Мен енді тарихшы емеспін, ел басқарған адам. инженермін ғой, құрылысшымын. Бірақ кешіріңіз, тарихшы болмасаңыз да тарихқа көп еңбек сіңген адамсыз. Анау облыстың әкімі болып тұрғанда талай үлкен программалар, проекттерді көтеріп, жаңағыдай үлкен жұмыс істеген адам. енді ол енді қызметке байланысты ғой, қызметті әркім әртүрлі көреді. Менің мүмкін өзімнің көзқарасым солай болған шығар. Шындығында да біздің қазақтың осы ұлт болып қалыптасуына негізгі себеп болатын осы болашақ қаттырақ естім көрмедім. Біздің қазақтың ұлт болып қалыптасуына себеп болатын ол осы біздің негізгі тарих қой. Кешегі күннің бәрін терең соны зерттеп, соны осы әзірге мысалы үшін осы біздің қатардағы орта буын, үлкен буынның тым болмаса осы біздің санамызға тереңірек жеткізіп, соны ары қарай дамытпасақ, енді 5-10 жылда бұл мәселені көтеретін адам табылмайды бізде қазақтар. Ол уже өткен шаруа. Оны сіз айтыңыз, айтпаңыз, бүгін жылаңыз, асын өлеңіз ешкім оған қарамайды, себебі қазіргі құндылықтың бәрі басқаға ауысып кеткен. Біз сондай мемлекет құрдық. Біз сондай мемлекеттің ішінде өмір сүріп жатырмыз. Қалай болғанда да ол өзіміздің еліміз. Біз қазақпыз, сол қазақ болып кетеміз қалай болады. Сондықтан да бұндай тарихи жерлер жаңа дұрыс айтып отырсыздар. Ол тек қана Ұлытауда ғана емес. Біз қазақтың қайбір түкпірін кішкене мән беріп қарасақ, кілем осындай тарихи терең қазақтың өмірін көреміз. Себебі біздің жалпы өзі қазақ халқының қазақ болып қалыптасуының өзінде мына Қайрекең біздің мен енді өзім Дулаттың баласымын. Дулаттың соның ішінде жаныс болды. Сол осы Дулаттар туралы кітабын мен терең оқып, мен жаңа біріншілікті зорға бітірдім. Көбінесе түсінбеймін, соны қайда түсініп керек. Соның бәрін қарап отырсаңыз, біздің нағызғы шындығында да халық болып негізгі болуымыздың бәрі осы таңбадан, осындай біздің өзіміздің тек қана біздің қазақ халқына, сол кездегі сол тайпаларға тиісті ғана, үлесті ғана нәрселер бізді осындай ел қылып шығарды. Ол енді қазаққа тән. Тек қана қазаққа өз халқымыз ғана тән. Сондықтан да әлбетте бүгінгі мінекей осы біздің мына Алаш орталығының, осы үлкен азаматтардың осыған мән беріп көтеріп отырудың өзі ол көңілге толатын нәрсе. Бәріміздің де бір адамдай жанымыз ашиды. Оған біз тек қана үлес қосуымыз мүмкін. Бірақ мен осы енді биліктің де осы ортасында біраздан бері сол саясатқа араласып өмір сүрген солай болды. Мен 25 нәрсеге өмірінде қызыққан адам емес едім өзі. Тағдырдың өзі әкеле берді екен. Сөйтіп сол қызметке араласып кеткеннен кейін көзімнің жеткені еш уақытта да қоғамдық ұйымдар ешбір нәрсені шешіп соңына дейін жеткізе алмайды біздің ортада. Ол сіз қалай ойласаңыз солай ойлаңыздар. Ол үшін ренжудің де керегі жоқ. Бұл тек қана біздің өзіміздің ойымыз, біздің сол жаңағы осы өмірдегі түсінігіміз, болмысымыз солай, біз содан біз бірдеме шығарғымыз келеді. Ал енді бұның бәрінде сол осы биліктен, сол жоғарыдан ғана осыны сезіп, біз қай елде отырмыз, кім болмақшымыз, ертеңгіміз қалай болады деген бір сұрақ сол туып, сол сұраққа өздері жауап іздеп барып, осы қоғамның бәріне жаңа айтып отырсыз ғой, бәрі де ол қаражатқа да байланысты, жаңағы көзқарасқа байланысты, біздің дамуымыздың бәрі осыны реттейтін сондай бір осылай басшы жағынан табылатын болса, мысалы үшін мынау басқан қойғанда осы мәдениет министрлігінің өзі не бітіріп отыр? Сіз Құлмахамбетке барсаң қатты қалыптысыз. Оны кім қолын байлап отыр бүгін? Кім қолын байлап отыр? Осы жерге келіп бір рет осы жерді көріп, осындай үлкен азаматтарды жинап көз бәрі де біледі. Осы жерде тарихты зерттеп жатқанын бәрі. Біздің тарих институтымыз бар. Мына бауырымыз айтып отыр, мен соны 4 жыл басқардым деп. Міне осының бәрін ретке келтіріп, осы тарихты әркім өзінің мына басшылық қызметте жүргендегі өзінің айналасын жақтауға ғана үшін емес, жалпы ұлттың негізін көтеретін тарих жазамыз деп жазып қаражат бөлсек, кім оған қарсы? Мінекей үлес қосатын азаматтар қанша, өздеріңіз бәрін тарихшылар, бәріңіздің де сіздің менен эмоциялық жаңағыңызға қарап отырмыз, ол мүмкін басқаша көрінуі мүмкін, бірақ ол сіздің жүрегіңіз ауырып отырғанда соған. Солай, сондықтан да қаражат беріп жіберіп отырсыз. Сондықтан да бір нәрсені бір терең қылып шығарып, осыда бір үлкен үміт артып жасап, ол оңайлық болмайды. Ол бола ма, болмай ма оған. Бірақ
Әлбетте, мынау жаңа жатқан кесірден қабылсам өзім. Жатқан тастың астын уақпайды шынында да. Мінекей осындай үлкен кіші болып, бәріміз жабылып қозғала берсек, әлбетте бір нәтиже шығуы мүмкін. Себебі ол қоғам, мысалға менің елімде де өзінің туған ауылында бала кезде доп ойнап өскен Есімхан ханның ордасы. Ол уникальный нәрсе былай орысша айтқанда. Мысалға өте өзі жағынан үлкен Сайрамсу деген бізде өзі 3 судың қосылған жері біздің ауылда ғана бар. Сайрамсу, Қасқасу, Қарасораң су дейді. Үшеуі бір жерде соғысады. Мен тура ауылдың ішінде өстік. Жаңағы 14 төбе дейтін бұрын. Себебі үлкен алаңның өзі биік болып қосылғанда енді неше ғасырдан бері басылып қалған. Соның айналасының бәрінде кәдімгі контуры бар, кәдімгі қорған. Сондықтан оның ар жағынан ар жағында бұлақ бар, бұлақтың астынан келген құбырдан келіп жатқан су жерге. Мына жағында ағып жатқан суға түсетін, ол да кәдімгі былай жар кезінде былай қоршап барып, суға түсіп, содан су алатын болған. Ал енді мен оны кейін бала кезде мән берген жоқ, кейін мен осы қызметте жүргенде құрылыстың несіменен Совет үкіметі уақытысында 75 жылы Нарва қаласына командир сапармен бардым. Біз сол Ленинград, соның бәрін аралап, біз өз құрылыс материалдарын шығарамыз деп жаңа. Сонда Нарва қаласында Нарвский крепость деген бар. Егер біздің мына крепость соның туры бірде-бір екеуі. Онымен. Бірақ олар таспен жасаған. Мүмкін бізде де бір тас араласқан болуы мүмкін. Бірақ топырақ. Олардан су алатын жерге олай тасты қоршап қойған, себебі ар жағынан садақпен атады ғой. А бізде де болған, бізде мүмкін оны ағашпенен, қамыспен қоршаған шығарады. Бірақ су алатын жер. Енді бірде-бір, мен отырып жаздым да кезінде. Соның бәрі. Көрдіңіз ба? Міне бұдағы тарихтың ең үлкен нелер, осының бәрі де. А сондықтан зерттелмеген нәрселер көп. Егер біздің елімізде осыған жанашымен ұлтым осы қазақпыз деп көтеріп ертең осыған солар мән беретін болса, әлбетте бұның бәрі еске шығады. Себебі оны жасаған, мысалға мен әкім болғандағы мен істеген ең үлкен көтерген мәселем Тараздың атын қайтару. Сондықтан осы Мұхаммед Хайдар Дулатидің конференциясын өткіздім тұңғыш рет. Ортасында қайсыларыңыз болған болмағандарыңызды білмеймін. Манаш ағамды шақырып, сөйтіп біз 22 сонда доклад болды. 26 доклад болды, 22 орта есеппен 22 минуттан Өзбекстан, Татарстанның өзіміздің несімізді 2 күн өтті. Сонда мен Тасмағамбетті сіз айтасыз, мен қарсы емеспін, жақсы азамат бәрінде. Бірақ мен Тасмағамбет вице-премьер, мен шақырдым. Келіңіз осынdan үлкен бастама. Біз үлкен бір қағаз қабылдайды деп жатырмыз деп келген жоқ. Мен сол туралы кітап шығарғам, менде кітабым бар. Соның барлық материалдардың бәрін доклад жасадым, содан басқа да зерттеп. Сөйтіп біз бүкіл облыстардың басшыларына, президентке хат жазғанда, сөйлеуде ол хатта біз жаздық. Әрбір облыстың басшылары осы біздің тарихи барлық құндылықтарымызды көтеріп, осыған үлкен мән беріп, кәдімгі сөйтіп осы мемлекеттік түбірді осыны бір ретке қойсақ, ол үлкен бір біздің егемендігіміздің ең үлкен негізі болар еді деген сөзбен аяқтап, соны жіберген сол хаттың бәрі менде кітапша болып шыққан. оның бәрі. Кейін берден басқа деятельдер шықты да, біздің бәріміз ешкім ол мені ескіне алмайды ол. Соны ұйымдастырған бір Жанбекенді ұмытып кетті, Тараздың сол ұмытты. Оларды бәрі істеп жатыр. Мен оған өкпелемеймін. Тарих әркімнің өзінің орнын алып келеді бәрі кезге келген. Солай ғой. Міне сол сияқты бастамаңында мен ойлаймын, Алла бұйырса мүмкін бір шет шығар, үлкен көңіл толғанатын нәрсе. Себебі таңға деген ол біздің рудың негізі ғой. Солай ғой. Ол тау. Иә. Кімдік? Рахмет.